Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз ақпан айының математика сабжект тест талдайтын боламыз. Ал енді бірінші есепке көшетін болсақ, бізде бірінші есепте берілгені ол теңдеулер жүйесі берілген. Яғни біз көріп тұрмыз мына жерде 2 түбірасты x минус түбірасты y тең 3 және түбірасты x плюс түбірасты y тең 9-ға. Енді байқап тұрғанда бізде түбірасты y пен түбірасты x қысқарып кетуі мүмкін, егер де біз ол екі теңдікті біз қосып жіберсек. Енді қосқан кезде бізде не болады? Түбірасты 3 түбірасты x тең болады 12-ге. Осы жерде менде x тең болады 16-ға. Енді осы x тең 16 дегенде мен түбірасты x-ның орнына қойып көрейін. Ол кезде менде түбірасты 16 плюс түбірасты y тең болады 9-ға. Осы жерден түбірасты y табатын болсам, 9 минус 4 тең болады 5-ге. Сонда менде y-ім неге тең болады? Ол менде 25-ге тең болады. Яғни осы есептің менде жауабы 16 мен 25 болып табылады. Ал енді ондай вариант менде D вариантына жазылып тұр. Келесі есеп, екінші есеп. Ол бізде түбірасына 43 саны тиісті аралықты табыңыз дейді. Енді жалпы түбірасына 43 қай аралыққа тиісті екенін табу үшін біз примерно қай сандарды алсақ болады квадратымен алғанда. Мен ойлап тастасам 36 мен түбірасына 36 мен түбірасты 49 аралығында ол түбірасты 43 саны. Енді түбірасты 36 дегенде ол менде не? Ол менде 6. Ал түбірасты 43 ол қала берсін. Ал түбірасына 49-ы мен 7 деп жаза аламын ғой. Сонда осы логикамен алатын болсақ, менде жауабым 6 мен 7 аралығында болып табылады. Яғни менде түбірасты 43 саны ол 6 мен 7 аралығында тұратын сан. Келесі есеп бізде тригонометрияға қатысты берілген есеп. Енді біз барлығымыз білетін арк синус минус түбірасты 2 бөлінген 2, ол менде минус пи бөлінген 4-ті мәнін береді. Ал арк косинус 1 деген ол менде 0 градуста болады. Минус арк тангенс минус 1 деген ол менде минус пи бөлінген 4. Енді осындай жағдайда мен көріп тұрғанда минус пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 4 не қысқарып кетеді, яғни менде жауап болады 0 градусқа. Ол менде С вариантында тұр. Келесі бізде төртінші есепте өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді біз байқап тұрғанда бөліміне түк те жасай алмаймыз, ал алымында біз не істей аламыз? Алымында бізде көріп тұрғанымызда дискриминант немесе ветке келіп тұр бұл. 0-ге теңестіріп жіберсем, мен ветпен шарасылайын. Сонда менде 7 мен 3, менде 3 минусы болады алдында. Яғни мен оны бүйтіп жазамын ғой. X минус 7, x плюс 3 деп. Сонда ол бөлімде не болады? Менде x плюс 3 болады. Яғни біз мына жер байқап тұрғанда бізде x плюс 3-тер бірдей. Солармен қысқартып жібере аламын. Яғни ол менде бір белгілі бір сан ғой. Сонда мен x минус 7 деген менде сан қалады. Бұл бізде жауап болып табылады. Ол бізде А вариантында тұр. Келесі бесінші есеп. Бізде мынандай бір теңдеу берілген, олардың түбірлерінің өрнегін табыңыз дейді. Енді бұл есеп бізде дискриминантпен никак шықпайды. Шығарсақ та бізде ол тым қиын болып кетеді. Сондықтан біз бұл есепті ветпен тағы да шығарамыз. Яғни бізде вет дегеніміз не? Вет дегеніміз ол x1 мен x2 ол тең болады 7-ге, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол менде тең болады 9-ға. Енді осы жүйені пайдалана отырып осы есеп шығарайық. Яғни бізде не деп тұр мына жерде? x1 мен x2-ның қосындысы бізде не? Ол бізде 7-ге тең, яғни 7-ның квадраты минус x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол бізде 9-ға тең. Минус 9. Сонда менде 49 минус 9 ол менде береді 40-ты. Ол менде А вариантында тұр. Келесі есеп бізде анықталмаған интегралы табыңыз дейді. Енді осы жерге жаза кетейін. 3x плюс 2 дифференциал. Бізде 4-тің 3x дәрежесінің интегралы, яғни ол менде өзі болады. Және де бөлінген ln 4. Және осы жерде менде 3-тің 3x-тен мен туындалам ғой бөлімде, ол менде 3 болып шығады. Плюс 2x. Енді 2-ның интегралы бізде 2x екен әрдайым барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Және де бізде плюс с деген болады интеграл алған кезде. Ол бізде қай вариантта тұр? Ол бізде Б вариантында тұр екен. Яғни Б вариантымыз бізде дұрыс. Келесі жетінші есеп бізде теңестіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Енді бұл теңестік жасау үшін біз байқап тұрық, ең біріншісіне менде барлығы 3-тің дәрежесіне келеді. Яғни барлығы мен 3-тің дәрежесіне келтірем. 3-тің кубы. Алда менде не? 3-ті үстіге көтерсем, 3-тің минус 4 минус x дәрежесі. Ал астына не болып менде? Барлығы 2-ның дәрежесіне келтірем. 2-ның 4x ол қалады өз бетімен, ал 16 деген ол менде 2-ның 4 дәрежесі. Енді келесі жүйе осындай шықты. Енді осы жерде байқап тұрғанымызда бізде 3-тер қысқарып кетеді. Сонда менде не болады? Дәрежесінде 3 қалады. Кіші минус 4 жақсынан ашып жіберсем плюс x болады.
ал осы жерде менде екілер қысарып кетеді, яғни не қалады 4x үлкен 4-тен. Осы да тағы бір жүйе. Енді осы жүйені шығаратын болсақ бізде мына жағына плюс 4 мына жаққа кетеді, сонда 7 үлкен x-тан. Мына жағына мен екі жағында 4-ке бөліп жіберсем x үлкен 1-ден болады. Енді интервал аралықтарын салатын болсақ, бізде 7 мына жерде, 1 мына жерде, екеуі де бізде кірмейді. Енді x кіші 7-тен болса сол жағын бойымыз, x үлкен 1-ден болса оң жағын бойымыз. Екеуі қиылысып тұрған аралық 1 мен 7. Сонда біздің жауабымыз 1 мен 7 болады. Бірақ бізде мына жерде сұрап тұрғаны ол ең үлкен бүтін шешіміңіз табыңыз дейді. Яғни осы жерде біз ең үлкен бүтін шешімі көбесі шатасып кетуі мүмкін 7 деп. Бірақ 7 ол кірмейді. Бізде жауап деп саналмайды. Бізде яғни мына жерде бір 6 деген бар ғой. Ол сол именно 6 болып бізде жауап болып табылады. Неге? Өйткені бізде 7 мына жерде жай жақшамен тұр, біз байқап тұрғандай. А жай жақша болса ол бізде кірмейді деген сөзді білдіреді. Сондықтан жауап есептің жауабы бізде С варианты. Келесі есеп бізде 8-ші есеп. Табанымен 30 градус жасайтын конустың жасаушысы 12 сантиметрге тең болса, конустың көлемін табыңыз дейді. Енді бір конус сала кетсек, ар жағы бізде көрінбейді. Енді осы жерде биіктігі мен радиусын сала кетейін сразу. Табанымен 30 градус жасайтын конустың жасаушысы деген ол менде мынау. Жасаушысы 12-ге тең дейді. Және ол бізде табанымен 30 градус жасайды. Яғни оны белгілі бір тікбұрышқа салатын болсам, 30 градус, сонда 12 болып тұр осы жер. Енді біз барымыз білетін бір қасиет бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет, ол бізде гипотенузаның жарысына тең, яғни 6-ға тең. Ал енді 60 градус қарсы жатқан катет, ол бізде 30 градустың қарсы жатқан катетіне төбірасы 3-ті көбейтеміз. Яғни осылай мен радиусын және де биіктігін тауып алдым. Биіктігі тең болды 6-ға, ал радиусы тең болды 6 төбірасы 3-ке. Енді конустың көлемін жаза кетсек, формуласын 3-тен 1 пи r квадрат h. Сонда 3-тен 1 пи қалады. r квадрат деген не? Ол менде 6 төбірасы 3-тің квадраты көбейтілген 6. 6 мен 3 қысқарып кетеді 2. 6 төбірасы 3-тің квадраты ол менде не? 36-ны 36 көбейтілген 3 көбейтілген 2 и пи бар. Енді 36-ны 6-ға көбейтетін болсам, ол менде 216 пи болады. Бұл бізде D вариантында тұр екен. Келесі есепке көше берейік. Бізде өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді бұл есеп шығармас бұрын бізде мынандай бір формула бар еді ғой. Синус квадрат x плюс косинус квадрат x тең болады 1-ге. Енді осы формуламен белгілі бір косинусқа немесе синусқа, бірінші синусқа бөліп көрейік. Синусқа бөлсем не болады? Синусқа синус бөлсем 1, косинус синусқа бөлсем не? Котангенс квадрат x болады. Тең болады 1 бөлінген синус квадрат x. Енді байқап тұрғанда менде 1 плюс котангенс квадрат x ол мына жерде тұр, ол соның қайсыған тең болып тұр? 1 бөлінген синус квадрат x-қа. Енді тура осы теңдеуді мен аламда 1 бөлінген косинус квадрат x-қа көбейтіп көрейін. Соны не болады? Тангенс квадрат x плюс 1 тең болады 1 бөлінген косинус квадрат x. Және де осын байқап отырсақ, менде тура осы жерде тұр ол. Енді осы мәндерді қоя кетсек, және де менде мынау қандай формамен ашылады? Ол менде синус 2 альфа формуласымен ашылады. Ол менде 2 синус альфа косинус альфаны береді. Яғни соны ашатын болсам, квадратымен 2 4 болып кетеді. Синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа. Мынау менде 1 плюс тангенс квадрат альфа нені береді? Ол менде 1 бөлінген косинус квадрат альфаны береді. Көбейтілген 1 плюс котангенс квадрат альфа менде 1 бөлінген синус квадрат x-ті береді екен. Менде альфа емес, барлығы x екен. Енді мен байқап отқанда менде барлығы қысарып кетеді. Синус пен синус қысарады, косинус пен косинус қысарады. Сонда мен 4-ті 1-ге көбейтетін болсам, менде жауабым 4 болады екен. Ол менде С вариантында тұр. Келесі бізде 10-шы есеп. Функцияның туындысын табыңыз дейді. Енді бұл есеп шығару үшін біз кішкене есепті жеңілдетіп алайық. Жеңілдету үшін мен әрқайсысын бір-біріне көбейтіп шығамын. 3x көбейтем 3x квадратқа 3x куб болады. 3x көбейтем минус 2 6x. Сонда плюс x квадрат минус 2x. Минус 2 жай ғана екен. Бірге 2-ні көсем 2 ғой. Енді осыны мен аламда бірінші қарапайым түрге жазылайын. 3x куб плюс x квадрат минус 6x плюс 2. Енді осыдан мен аламда туынды аламын. Осыдан туынды алған кезде менде не болады? 3 малда түседі, яғни 9x квадрат болады. X квадратта менде туындысы 2x, 6x-дің туындысы 6-ға тең болады. Енді бұл менде y туындысы болып табылады. Сонда онда менде вариант А вариантында тұр екен. Енді келесі есепке көшетін болсақ, 11-ші есеп.
теңсіздікті шешіңіз дейді. Бізде тригонометрияға байланысты бір теңсіздік берілген. Енді тангенс x-қа байланысты теңсіздікті біз қалай шығарамыз? Біз жарты шеңбер саламыз осындай. Жарты шеңбер салу арқылы менде тангенс x қандай кезде 1-ге тең болады? Ол менде пи бөлінген 4 мәнінде 1-ге тең болады. Яғни осы жерде пи бөлінген 4. Және одан кіші дейді. Бізде кіші аралық минус қой, осы жақ қой, сонда мен осы жақты бойым. Ал менде мына жер кірмейді. Яғни ол жер менде не? Минус пи бөлінген 2. Болды, менде осы жер барлық мәндері беріліп тұр. Енді осы жер қоя салатын болсам, x тиісті болады. Кішісінен бастаймыз ғой, минус пи бөлінген 2 плюс пен, және пи бөлінген 4 плюс пен. Және де бізде бұл кіреді. Не кіреді? Яғни біз мына жерде тең болып тұр ғой. Сол үшін бізде бұл кіреді. Енді бізде осындай жауап ол С вариантында тұр екен. Так, енді келесі есепке көшейік. Бізде 12-ші есеп ұзындықтары берілген және скаляр көбейтіндісі 6-ға тең екі вектордың арасында бұрышты табыңыз дейді. Біз барымыз білетіндей, бізде векторларға байланысты осындай бір формула бар. Скаляр көбейтіндісі және де екеулердің модульдары. Енді бізде модуль дегенімізде ол бізде ұзындық болып табылады. Яғни мен аламда А модулі тең болады 3-ке, Б модулі тең болады 4-ке. Және олар екеуінің скаляр көбейтіндісі берілген. Олар тең болады 6-ға. Енді жай ғана оны аламда формула салып жіберемін. Үстінде менде болады 6, бөлімде 3 пен 4. Ол менде не береді? 2-ден 1-ді береді. Ал қай кезде менде косинус 2-ден 1-ге тең болады? Ол әрине 60 градусқа тең болады. Ол менде С варианты. Так, келесі 13-ші есеп. Бізде мынандай бір белгілі бір функция берілген, оның аралығындағы ең кіші мәнін табыңыз дейді. Енді біз бірінші не істейміз? Біз осыны есептеп бірінші осы функцияның туындысын табамыз. Осының туындысын табатын болсақ 3х квадрат плюс 4х минус 7. Және осыны аламда 0-ге теңестіремін. Енді осы менде белгілі бір дискриминант немесе ветке келеді екен. Ветке келтіру үшін х квадрат плюс 4х 3-ті 7-ге көйтеремін. Минус 21-тен 0. Осы жерде мен 21 ол қайсындар көбейтіндісі, ол мен 7 мен 3. Менде плюс 4 болса, ол маған минус 4 керек. Минус 4 шығу үшін менде минус 7 болады. Енді мен байқап отырмын, мына жерде 3-ке көбейтіп, сонда мен 3-ке бөліп жіберемін. Енді менде осы жерде x1 мен x2 мәндері шықты. Минус 7 бөлінген 3 және 1. Бірақ бізде айтылып тұр, 0 мен 2-ның арасындағы ең кіші мәнін табыңыз дейді. Ал бізде минус 7 бөлінген 3 ол минус болып кететін, аралығына кірмей қалады. Сондықтан біз оны алмаймыз, қарастырмаймыз. Ал 1 деген осының арасына кіреді. Яғни сол 3 мәнді қарастырамыз. Енді бірінші мәнді 0-ды қойып көрейік осы функцияға. 0-ды қойсақ не болады? Бізде 1 болады. 1-ді қойып көрсек, бізде 1 плюс 2 минус 7 плюс 1. Яғни 4 минус 7 минус 3. Енді 2-ні қойып көрсек, 2-ні қойсақ бізде 8 плюс 8 минус 14 плюс 1. 16-тан 14 азайсам 2, 3 болады. Енді осы жерден ең кіші мән тапсын дейді. Біз ең кіші мәні көріп тұрғанымызда бізде минус 3-ке тең. Яғни ол D вариантына сәйкес. Так, келесі бізде 14-ші есептің анықталу облысын табыңыз дейді. Бізде осындай функциясы берілген. Яғни ең бірінші назар аударатынымыз ол бізде логарифм. Логарифмде бізде анықталу облысы 5 минус х үлкен болады 0-ден. Ал енді бөліміне келетін болсақ, бізде 2х минус 8 ол түбірде болса үлкен немесе тең 0-ден. Бірақ біз байқап отқанымыз ол бөлімде жатыр. Бөлімде жатқан әрбір сан ол бізде тең болмау керек 0-ге. Сондықтан мен мына теңдікті ала саламын. Енді осының екеуін аламын да жүйеге аламын. Сонда мен x-ті ар жаққа лақтырсам 5 үлкен x-тан, мына жерде x үлкен болады менде 4-ке. Енді осы екеуін интервал аралығына салайын. 5 пен 4. Мына жақта менде сол жағын бойым, мына жағын мен оң жағын бойым. Сонда мен жататын аралықтар ол менде 4 пен 5 аралықтар екен. Ол менде Б вариантына сәйкес. Келесі есепке көшейік. 15-ші есеп бізде стереометрияға байланысты екі табан берілген және ол дұрыс төртбұрышты қиық пирамиданың биіктігі 6 см дейді. Пирамида апофен тапсын дейді. Енді бірінші сол қиық пирамида салып көрейік. Мына арты жағы бізде табаны көрінбейді. Енді осы астындағы табан менде 12-ге тең, үстіңгі табаны ол менде 8-ге тең. Енді байқап отқаныңыздай бұл бізде дұрыс төртбұрышты қиық пирамида болған соң, менде мына жерді мен тоже 8 деп ала аламын. Өйткені тура осы жерден түссе, ол менде тура 8-ге тең болады.
енді бізде ол дұрыс қой, дұрыс болғандықтан бізде ол тура 2-ке бөлінеді, тең 2-ке бөлінеді. Яғни 12-ден 8 айырсам 4 қой, ал 4-ті 2-ке бөлсем 2-де 2 болады, яғни осы жақта. Енді мен осы жерден алып, так, мынаны өшірейін, жетпеу үшін. Осы жерде мен биіктік түсіретін болсам, ол менде 90 градуспен түседі, бұл 6-ға тең. Және апофен тапсын дейді, ол жанындағы биіктік тапсын деп тұр ғой сонда. Ол екеуімен сәйкестендіретін болсам, менде бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Яғни осы жер менде 6-ға тең, ал осы аралық менде тең болып тұр 2-ге. Енді осы жер маған табу керек, ол x. X ол менде апофен болып тұр. Енді x-ті мен қалай табамын? Әрине ол Пифагор теоремасы арқылы 6 квадрат пен 2 квадрат қосындысы ол менде береді 40-ты. 40-ты түбірасына шығарсам, ол 2 түбірасына 10 болады. Ол менде С вариантына сәйкес екен. Так, келесі бізде 16-шы есеп шығаратын болсақ, бізде тригонометрия теңдеулері берілген. Яғни ең бірінші байқап отқан, мен мына жерде x-ті түрлендіріп алсам, x тең болады π бөлінген 2 плюс y. Енді тура сол x-ті мәнге қоя салайын, x-ның орнына, синус x-ның орнына. Синус π бөлінген 2 плюс y қосылған косинус y тең болады 1-ге. Енді бізде π бөлінген 2 кезде синус өзгереді косинус y-ға, және де ол қай ширек, ол бізде екінші ширек, ал синус екінші ширекте ол бізде плюс. Сондықтан таңбасы бізде өзгермейді. Плюс косинус y тең болады 1-ге. Енді осы жерде мен алып шығамын, косинус y тең болады 2-ден 1. Ал 2-ден 1 кезде менде қалай болады? Плюс минус π бөлінген 3 плюс 2πn. n тиісті z-қа. Енді тура осы жерде мен y-ті анықталып, менде осы жерге қоя салып, x-ті анықтап алсам болады. Сонда менде π бөлінген 2 плюс минус π бөлінген 3 плюс 2πn. Осы жерде n тиісті z-қа болады. Енді осыған байланысты мен жауап іздеп көрсем, яғни бірінші өзім жауап жазып алайын. π бөлінген 2 плюс минус π бөлінген 3 плюс 2πn. Енді y жазатын болсам, плюс минус π бөлінген 3 плюс 2πn. Және осы жерде менде n тиісті z-қа. Осыған қатысты жауап менде a келмейді, b келмейді, t келмейді, менде c варианты келіп тұр екен. Так, 17-ші есеп. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Біз байқап отырмыз, мына жерде бізде 6 және 216 беріліп тұр, ал 216 деген не? Ол менде 6-ның кубы. Сондықтан сөйтіп жазайық, 2 минус модуль x тең болады 6-ның минус 3 дәрежесі. Неге минус? Өйткені мен оны үстіге көтеріп жібердім. Енді мен 6-лар қысқара кетеді, менде сонда не болады? 2 минус модуль x тең болады минус 3-ке. Мына екеуінің орындарын ауыстырайық. Менде мына жерде 2 плюс 3 болады, сонда 5 тең болады модуль x-қа. Ал модуль кезінде x, яғни менде тең болады 5-ке және минус 5-ке. Енді бізде не сұрап тұр? Түбірлерінің қосындысын тапсын дейді. Яғни 5-ке қосамын мен минус 5-ті, сонда менде жауабым тең болады 0-ге. 8-ші есеп. Бізде нүктелері берілген үшбұрыштың және бізде медиана ұзындығын табыңыз дейді. Енді бұл есепті бізде медиана формуласы арқылы тапсақ болады, бірақ көбісі сол формуланы білмейді. Енді сол формуласын білмегендіктен біз басқа бір жолмен шығарып көрейік. Ол қандай жол? Біз координаталар өсін саламыз. Яғни жер y пен x. Енді бірінші ол бізде a 3-ке тең болған кезде, яғни 1, 2, 3, x 3-ке тең болған кезде, және примерно жер 9 дейтін болсақ, y-ті бізде ол мына жерде a нүктесі бар. Ол 3 пен 9 аралығына тиісті. Енді b нүктесін салатын болсақ, ол бізде мына жер 2, мына жерде примерно 2 дейтін болсақ, ол мына жерде b нүктесі тұр 2 мен 2. Енді c нүктесі ол 4 пен 6 аралығы, енді 6 мына жерде болатын болса, ол мына жерде c тұр екен. Ол менде 4 пен 6 координаттарына тиісті. Енді осыны алып, мен бір үшбұрыш салайын. Енді менде не сұрап тұр? MA-ның медианасын сұрап тұр. Яғни ол A-дан кетеді, мына жерге түседі. Тура осы BC-ның ортасына түседі. Енді осын M дейтін болсам, енді мен M-ның координаталарын табыламын ғой. Ол координат қалай табыламын? Мен осы B мен C-ның қосамды 2-ке бөліп жіберемін. Яғни ол тең болады менде. M-ның координаталары тең болады. B плюс C бөлінген 2. Сонда ол не болады? 4-ке 2-ні қосам және 2-ке бөлсем, ол менде 3. 2-ке 6-ны қосам, оны 2-ке бөлем, ол менде 4. Сонда M-ның координаталары 3 пен 4. Енді байқап отқаныңыздай, бізде M мен A-ның x-тары мәндері бірдей. Яғни олар тура бір x-ның бойында жатыр. Мына жер менде 3 дейтін болса, тағы біреу салсам, ол менде мына жер M жатыр, мына жер A жатыр. Енді бізде тек қана өзгешесі не болып тұр? Ол менде y қана өзгеше болып тұр. Бізде
м-нің координатасында бізде y 4-ге тең, ал a-ның координатасында бізде y 9-ға тең. Енді осы екеуінің аралықтарын алатын болсақ, мына жер 4 десек, мына жер 9 десек, екеуінің бізде аралығы ол 5-ке тең болады. Яғни 9-дан азайтамын 4, ол менде 5. Медиана ұзындығы сонда менде 5-ке тең. м-аның ұзындығы тең болады 5-ке. Сонда ол менде д вариантына сәйкес. Енді келесі есепке көшетін болсақ, ол бізде 19-шы есеп, бізде мынандай бір функцияның мәндер жиынын тапсын дейді. Егер де бізде синусқа және косинусқа осындай бір функция берілсе, мәндер жиынын тапсын десе, біз жай ғана алып, оның алдындағы коэффициенттерін квадратта қоса саламыз. 12 квадрат деп түбірге аламыз. Яғни тура Пифагор теоремасына ұқсайды, осы жерде бізде 13 шығады. Енді 13 деген мен ала саламын да, минус 13 және 13 деген вариантты таңдай саламын. Ондай вариант мен С вариантына тұр. Так, 20-шы есеп бізде интеграл берілген. Так, енді бұл интеграл шығаратын болсақ, бізде косинус x-ның интегралы ол менде синус x. Ал 3 бөлінген синус квадрат x-ның интегралы ол менде плюс 3 өз орнына қалады, котангенс x-қа тең. Яғни менде мына жерде енді пи бөлінген 2 үстінде, ал пи бөлінген 6 астында. Олар тең болады. Бірінші мәнім пи бөлінген 2-ні қойдым, сонда синус пи бөлінген 2 плюс 3 котангенс пи бөлінген 2. Минус тиімді жақшыда синус пи бөлінген 6 плюс 3 котангенс пи бөлінген 6. Олар тең болады. Синус пи бөлінген 2 ол менде 1-ге тең, ал котангенс пи бөлінген 2 ол менде косинус, яғни ол менде 0-ге тең. Сонда 3 0-ге бөлсем ол менде 0. Ал синус пи бөлінген 6 деген ол менде 2-ден 1 плюс 3 көбейтілген котангенс пи бөлінген 6 деген ол менде түбірасты 3-ке тең. Сонда ол менде не болады? 1-ге 0 қосам 1 болады, минус 2-ден 1 минус 3 түбірасты 3. Мына жерде 2-ден 1 минус 3 түбірасты 3 шығады екен. Ондай жауап менде Б вариантына сәйкес келіп тұр екен. Так, енді келесі есеп шығаратын болсақ, бізде 21-ші есеп. Бұл жерде бізде жай ғана АБ векторын ұзындығын тапсын дейді, яғни модулін тапсын дейді. Бірінші не істейміз? АБ векторын өзін тауып көрейік. Яғни ол Б-дан А-ны азайтамыз. 2-ден минус 1 азайтсам 3, 4-ден минус 2 азайтсам 6, минус 1-ден минус 3 азайтсам ол менде минус 4. Енді оның ұзындығын табу үшін мен әрқайсысын квадраттап қосып шығамын. 3-дің квадраты 9 плюс 36 плюс 16. Енді 9-ға 36 қоссам менде 45, 45-ке 16-ны қоссам ол менде 61. Түбірасына 61. Ол менде Б вариантына сәйкес келіп тұр. Егер бізде А мынандайға тең болса, өрнегін мәнін тапсын дейді. Мен байқап тұрмын, бөлімі менде қысқаша көбейту формуласын келіп тұр. Сонда сразу сөйтіп жаза кетейік. Көбейтілген 8, 2b минус А, 2b плюс А. Мына екеуі менде қысқарып кетеді. Сонда не болады? 8 бөлінген 2b плюс А-ны. Мен мына жерде 2b мына жаққа плюспен алып қойсам не болады менде? 2b плюс А тең болады 8-ге. Сонда 2b плюс А-ның мәні бар, ол менде 8-ге тең. 8-8-ге бөлсем ол менде 1 деген жауап болады. Яғни бізде Б варианты дұрыс болып табылады. Так, келесі бізде 23-ші есеп. Бізде осындай АЦ-ды үшбұрышы берілген. Оның АЦ-ды үшбұрыш аудан табыңыз, яғни бізде АБЦ үшбұрыш берілген екен. Енді бұл есеп бізде қиын жол бар шығарудың, бірақ дұрыс жол бар. Енді мен бір оңай лайфхак деп ата кетсек болады, соны жолмен көрсетіп жіберейін. Бізде бірінші АБ-дің ауданын табылайық. АБ-дің ауданын табу үшін мен биіктік жүргіземін. Сонда менде мына жер 5 болады. 5-ке бізде тең берілу үшбұрыш байқап отқанымыз 13. Сонда менде табаны тура 2-ге бөлінеді. 5 пен 5. Енді менде осы жерде биіктік табатын болсам, қысқаша Пифагор теоремасы арқылы менде 12-ге тең. Енді мен АБ-ны үшбұрыш АБ-дан аудан тапсам, 2-ден 1 көбейтілген AH деген формуласымен. 2-ден 1 10 көбейтілген 12, сонда 12 мен 2 қысқарады 6, 60-қа тең. Енді байқап отқанымыз бізде 10 Б-ді 10-ға тең кезде, табаны 10-ға тең кезде бізде ауданы 60-қа тең болды. Енді бізде ДЦ, яғни келесі бір табаны 7-ге тең кезде бізде ауданы нешеге тең болады? Ол x-қа деп алсақ, енді осыны біз пропорциямен шығарсақ болады. Яғни x тең болады 7 көбейтілген 60 бөлінген 10. Сонда менде 42 деген жауап болады. Ол 42 квадрат метр квадрат бірлікті білдіреді. Бұндай біз осындай жағдайда қасиетті біз қай кезде қолданамыз? Бізде егерде
тең бүйірлі үшбұрыш болатын болса, бізде осы жерде идеально келіп тұр екен, сол үшін мен сол жағдайды қолдандым қасиетті. Келесі есеп бізде 24-ші есеп, бізде түбірлердің көбейтіндісін табыңыз дейді. Бұны жеке тағы да бір рет жазып алайын. X тең болады 100-ге. Енді байқап отқанымызша LGX ол бізде подсказка, яғни екі жағында LG тіркеу керекпін. Енді LG тіркесем, енді мына дәреже оны алдағы түсірсем болады уже. 2 LGX көбейтілген LGX. Ол тең болады, ал LG 100 дегенім ол мінде 2 тең. 2 мен X қарып кетеді, сонда мына 2 көбейтілген LG квадрат X тең 1. Енді бірінші мән LGX тең болады 1-ге, екінші мәні LGX тең болады минус 1-ге. Енді осы екеуін табатын болсам, бірінші мәні 10-ға тең, екінші мәні менде тең болады 10-нан 1-ге. 10 екеуін түбірлерін көбейтіндісін тапсын дейді, яғни 10-ды көбейтем 1 бөлінген 10-ға, ол менде болады 1-ге. Онда менде сонда А варианты дұрыс екен. Келесі 25-ші есеп бізде теңсіздікті шешіңіз дейді. Бірінші бүйтіп жазылайық. Бүйте салайық, 7 2x минус түбірі 3-ті мен алам А дей салам. Сонда менде 2А үлкен, мынаны бүйтіп жазсам болады, 7 бөлінген А плюс 13. Енді барлығын мен ортақ бөлім берем, Адан көбейт жерсем, және барлығын мен сол жаққа апарам. 2А квадрат минус 13А минус 7 бөлінген А үлкен 0-ден. Енді осын жеке-жеке қарастыратын болсақ, 0-ге теңестірге етсек, бізде А тең емес 0 біріншісі, екіншісі бізде 2А квадрат минус 13А минус 7 тең 0-ге. Осыны ветпен шығаратын болсақ, А квадрат минус 13 минус 14 тең 0-ге. Осы жерде менде 14 пен 1 минус 1 болады. Енді 2-ге көбейтем, мен 2-ге де бөлемін. Сонда менде А1 мен 2 ол менде 7 мен минус 1 бөлінген 2-ге тең. Енді мен осы жерде А-ның орнына 7-ні қоя саламын. Бірінші мәні менде тең емес болу керек 0-ге. Түбірасы 2x минус 3 тең болмау керек 0-ге. Ол бізде итакта 0-ге тең емес, сол үшін мен қарастырма қойсам болады. X-ні мән по-любому таба алмаймыз. Енді екінші мәні 7 2x минус 3 түбірасында тең болса 7-ге. Ол 7-ның бір дәрежесі, соны 7-лер қысарып кетеді. Менде 2x минус 3 тең болды 1-ге. Оны сұрасы квадратта жерсем, менде түк те өзгермейді. Сонда мен осы жерде x мән табатын болсам, плюс 3, 4, 4 2-ге бөлсем 2-ге болады. Яғни бірінші жауап ол менде x-тен 2. Келесі, яғни 7-ні 2x минус 3 түбірасына салатын болсам, тең болса минус 2-ден 1-ге. Бұндай жағдай бізде мүмкін емес, өйткені бізде дәрежесі бар функцияның мәндер жиынына тоқтала кетсек, ол бізде 0-ден бастап плюс x-ке дейін, яғни 0-де кірмейді бізде. Сонда енді осы бізде бірақ x табылды, x-тен 2. Енді оның интервал аралығына салатын болсақ, ол менде кірмейді, және плюс x-ке дейін бара береді. 2-ден бастап плюс x-ке дейін соның жауап. Ол менде, яғни C варианты дұрыс. Так, енді контекстке келдік. Контекстте бізде арифметикалық прогрессия байланысты бір формула берілген. Соған енді бір есеп шығаратын болсақ, 26-ші есеп. Прогрессия алғашқы 8 мүшесінің қосындысын тапсын дейді. Яғни осы формуланы просто сала саламыз. S8 дей саламда, n орнына 8-дің квадраты минус 4 көбейтілген 8. Яғни 64 минус 32 тең болады 32. Ол менде C варианты. Келесі 27-ші есеп, менде прогрессияның бірінші мүшесін тапсын дейді. Яғни менде C1 деген не ол менде? Ол менде A1 ғой жай. Мысалы C2 деген не? Ол менде A1 плюс 2. Сонда мен C1 ғана таба салсам, ол маған жетеді. Жаңа формасы қалайды, ол менде Sn тең болады n квадрат минус 4n. Сонда 1-ді қоя салам, 1 минус 4 көбейтілген 1, ол менде минус 3-ге тең болады. Яғни бірінші мүшесі ол менде минус 3. Айырмасын табу үшін және қазір S2-ні таба алайық. S2-ні тапсақ бізде формула бойынша 4 квадрат, яғни 2-ның квадраты ол бізде 4, 2 дей салайын мынандай, көбейтілген 4, 2. Сонда 4 минус 8 ол менде минус 4-ге тең. Енді ол менде не? A1 мен A2-ның қосындысы. Ал менде A1 белгілі ғой, минус 4 тең болады минус 3. A1 деген ол менде мынау минус 3-ге тең. Плюс A2. Енді ол жерде A2-ні табатын болсам, ол менде минус 1-ге тең. A2 мен A1 белгілі. Енді мен ол жерден тын таба аламын ғой. Ол менде қалай? A2 минус A1-ге тең. Минус 1, сонда минус 3. Яғни минус 1-ге қосамын 3-ті. Ол менде 2 деген жауапқа тең. Ол менде D варианты. Так, келесі 29 мен 30-шы есептер, ол бізде арифметикалық прогрессияның 20-шы мүшесін тапсын дейді. Енді 20-шы мүшесін табу үшін бізде A20 тең болады A1 плюс 19D деген формула қолдана саламын ғой. A1 менде белгілі жаңағы есепте минус 3, 19D да белгілі, ол менде 2-ге тең болды.
Сонда минус 3 плюс 38, ол менде 35-ті береді. Ол Д варианты. Так, келесі 30-шы есеп прогрессияның 10-шы мүшесінен бастап 25-інші мүшесіне дейін барлық мүшелер қосындысын тапсын дейді. Яғни А10-нан бастап кете береді, А25-ке дейін табу керек. Енді осыны табу үшін осындай тәсілді қолданайық. Яғни бірінші S25 табылсақ, 25-тің квадраты минус жаңағы форма n квадрат минус 4 көбейтілген n. 4 көбейтілген 25. Ол жерден 625 минус 100, ол менде 525-ті береді. Ал S енді 25 ол менде яғни не? Ол А1-ден бастап плюс кете береді, А25-ке дейін тоқталады. Енді менде осы жерде ше деп тұрған А9 бар, А1-ден бастап А2, А3, А4, А9-ға дейін сөйтіп барады. енді маған сол А9 алып тастау үшін мен S9 тауып аламын. Сонда ол 9 квадрат минус 4 көбейтілген 9. Яғни 81 минус 36. Ол менде 50-45 кетеді. Ол не менде А1-ден бастап А9-ға дейін қосындысы. Енді осыны азайтатын болсам, бір-біріне S25 минус S9 азайтатын болсам, яғни 525-тен азайтамын 45-ті. Маған керек мәнді тауып аламын сол кезде. Сонда менде жауап тең болады 480-ге. Ол менде С варианты. Так, контекст бітті. 31-ші есепке тоқталайық. Бізде иррационал функциясы берілген, төмендегі мәндермен сәйкестендіріңіз дейді. Анықталу облысы біз барлығымыз білеміз. 4 минус x квадрат үлкен емес тен 0-ден. Осы жерде мен 2 жаққа бөлген 2 минус x, 2 плюс x. Үлкен емес тен 0-ден сонда x мәндерім плюс минус 2 ол. Енді интервалын салатын болсам минус 2, 2. Екеуі де менде кіреді. Плюс мәндер керек, значит сыртқы жағын бойы. Сонда мен жауабым қалай болады? Так, 31-ші есеп бізде иррационал функциясы берілген. Бізге ең бірінші анықталу облысын табатын болсақ, анықталу облысы 4 минус x квадрат үлкен немістен 0-ден. Ол жерде минусты жойып жүретін болсақ, яғни минус 1-ге көбейту арқылы бізде x квадрат минус 4 кіші немістен 0-ден болады. Енді ол жерде 2-ге бөліп жүріп x минус 2, x плюс 2. Сонда кіші немістен 0-ден. X-ның мәндері менде плюс минус 2 кетен. Енді интервал салатын болсақ, соған қатысты минус 2, 2. Менде екеуі де кіреді. Енді кіші аралық десе ол менде минус, ол менде ортасы болып табылады. Сонда жауабым менде минус 2-ден 2-ге дейін болып табылады. Ондай вариант менде С варианты. Енді мәндер жиынын сұрап отыр. Былай қарасақ бізде мен x орнына мен тек қана ең кішкентай мән ол 0-ді қойыламын. Сонда мен 0-ден 4 минус 0 түбір астында ол менде тең болады 2-ге. Яғни оның максимальны мәні ол менде 2 кетен. Енді мен x квадраттың орнына бір ең үлкен мәні қойып көрейін, ол менде 4 кетен ғой. X квадраттың орнына. Сонда мен не болады? 4 минус 4 ол тең болады 0-ге. Яғни осы менде мәндер жиыны 0 мен 2-ның арасында болады. Ол менде Е варианты. Келесі бізде 32-ші есеп ABC үшбұрышы берілген. Егер үшбұрыштың ауданы бізде, яғни ауданы берілген 84 кетен, төмендегі мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусы дейді. Іштей сызылған шеңбер радиусы ол S бөлінген P формасы бойынша кішкентай пи. Кішкентай пи табатын болсақ, ол бізде үлкен пи бөлінген 2, яғни 15 плюс 14 плюс 13 бөлінген 2. Ол не болады? 15-ке 14 29, 29-ға 39, 42 бөлінген 2, ол менде 21-ге тең болады. Яғни кішкентай радиус табатын болсақ, іштей сызылған радиус. Ол менде 84 бөлінген 21, ол тең болады, яғни 4-ке. А варианты. Келесі бізде сырттай сызылған шеңбер радиус формасын табатын болсақ, ABC бөлінген 4S осындай форманы қолданамыз. 15 көбейтілген 14 көбейтілген 13 бөлінген 4 көбейтілген 84. Так, осы жермен не қысарып кетеді? Менде 4 пен 14 қысарады 7. 84 7-ке бөлінеді, яғни ол неше? 12 болады. Енді 15 көбейтілген 13 12-ке бөліне ме? Калькулятормен бөліп жүрсек, бізде 15 пен 12 3-ке қысарады екен, 4 және 5. Ал енді 5 13-ке көбейтетін болсам, ол менде 65 бөлінген 4. Так, мына жерде 4 қысарып кетсе 2-ні қалдырып кетіп, сонда 4 көбейтілген 2 ол 65 бөлінген 8 болады екен. Яғни ол бізде H вариантына сәйкес.
енді 33-ші есеп шығаратын болсақ, бізде осындай бір теңдеу берілген. Төмендегі өрнектер мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Жаңағы айта кеткен бізде формула бар ғой, веттің, сол формула қолдана кетеміз. Плюс 7 тең 0. Ол бізде формула x1 мен x2 қосындысы тең болады минус b бөлінген a. Мына жерде b деген ол менде 13, минус пен минус қысқарып кетеді, 13 бөлінген 4. Енді көбейтіндісін табатын болсақ, ол бізде 7 бөлінген c бөлінген a болады, яғни 7 бөлінген 4. Енді просто қойсылақ, мына жерде менде 2 көбейтем. Неге? x1 мен x2 қосындысы ол менде 13 бөлінген 4. Сонда 13 бөлінген 2 болады. Ол менде 6,5-ға тең. Келесі менде 4 көбейтілген x1 мен x2 көбейтіндісі ол менде 7 бөлінген 4-ке тең. Яғни 4 пен 4 қысқарады, менде жауап 7 болады. Яғни біздің жауабымыз b мен g болады екен. Келесі бізде 34-ші есеп, бізде осындай функцияның төбесі берілген. Төбесін табу керек дейді. Осындай бір белгілі функция берілген екен. Төбесін табу үшін бізде бірінші бетсек болады. Формула қолдансақ болады, немесе туынды алып табысақ болады. Туынды алып табайық. Плюс 10 теңестірім 0-ге, x тең болады, сонда менде 5-ке. 5x-ның яғни мәні ол менде a-ға тең. Сонда a-ның мәні менде 5-ке тең. Енді тұр осы 5-ті аламды, осын ошке қойсылам. Яғни 5 деп қойсылам. Ол менде минус 25 плюс 50 минус 19. Минус 25 плюс 50 ол менде 25, 25 19 айтсам 6-ға тең. Яғни G вариантына сәйкес келіп тұр. B мен G сонда. 35-ші есеп бізде мынандай бір 5 таңбалы санды 3-ке және 5-ке қалдығысып бөлінетін болса, өрнектер мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Енді бізде ең үлкен мән табу үшін біз нені білеміз? 22a 3b. Бізде сан 5-ке бөліну үшін ол ең соңғы мәндері 0 мен 5 болу керек. Енді бізге ең үлкен мән табу үшін бізде 5-ті қоямыз. 22a 3 5-ті қоямыз. Енді маған белгілі бір сан ол менде 3-ке бөліну үшін ол жерде әр қайсының қосындысы, яғни цифрлардың қосындысы менде 3-ке бөліну керек. Енді осы жерде мен 2-ні 2-ке қоссам 4, 4-ті 3-ке 7, 7-ні 5-ке 12. 12 менде 3-ке бөлінетін байқалып тұр. Енді бірақ мен a-ның орнына сонда 9 қойсам, ол мен 21 болады, 21 3-ке бөлінеді. Сонда менде a-ның орнына 9 қойса, 9 қоямын. Ол менде a тең болады 9-ға, b тең болады 5-ке. Енді осын байқасақ, ол менде 5-ке де бөлінеді, яғни және 3-ке де бөлінеді. Енді маған осы екеуін қосындысын тапсын дейді, ол менде 14-ке тең екен. Ол d вариантына тең. Енді ең кіші мән табатын болсақ, жаңа айта кеттік, a-ны қоя тұрып, b-ның орнына мен не қоямын? 0-ді қоямын. Өйткені менде 5-ке бөліну үшін өзі екі-ақ нәрсе бар. Ол 0-ді қоямын, немесе 5-ті қоямын. Енді ең кіші мән табу үшін мен 0-ді қоя кетем. Енді a-ның орнына табатын болсақ, жаңағы 2 плюс a плюс 3 десем, ол менде 7 плюс a. Енді a-ның орнына нені қоям? Ол менде 3-ке бөліну керек болады. Яғни менде ең жақыны ол 9 деген вариант. Тең 9-ға болу керек. Сонда a-ны мен аламды 2 деймін. a тең 2 деймін. Сонда 22, 2, 3, 0. Осындай кезде менде олар ең кіші мәнге тең болады. Сонда a тең 2, b тең 0-ге тең. 2-ні 0-ге қоссам, ол тең болады 2-ге. Ол F вариант. Сонда менде D мен F варианттары дұрыс екен. Келесі менде 36-шы есеп, өрнегін айнымалы мүмкін мәндерін табыңыз дейді. Мүмкін мәндерін табыңыз. Енді біз бірінші анықталу облысын ала кетейік. 4y-8 үлкен 0-ден неге тең емес, өйткені бізде бөлімде тұр. Y үлкен болады мына жерде 2-ден. Ал үстіне біз түкте түспейміз, өйткені бізде ешқандай бір теңеу де берілмеген. Тек қана анықталу облысын ғана таба салдық. Сонда бізде қандай варианттар келеді? E мен A келеді екен. A мен E сонда бізде жауаптар болып табылады. Келесі 37-ші есеп бізде тригонометрияға байланысты. Котангенс арксинус минус түбірасы 2 бөлінген 2. Арксинус минус түбірасы 2 бөлінген 2, оның мәні бізде минус пи бөлінген 4-ке тең. Осындай кезде бізде котангенс минус пи бөлінген 4-те, ол менде минус 1-ге тең. Сонда ол менде A вариантына сәйкес. Келесі 38-ші есеп, өрнектің мәнін жататын аралықтарды анықтаңыз дейді. Шара кетейік, не болады? Минус 0,6. Ол мен 3,2-ден 1-ден ол менде 3,5. Көбейтілген 5 минус 13. Енді 3,5-нан азайтам 0,6, ол менде 2,9, көбейтілген 5 минус 13. 2,9-ға мен 5-ті көбейтетін болсам, ол менде 10, 14,5. 14,5 минус 13. Осыны тең болады менде 1,5-ға.
Так, ол менде сәйкес келетін жауаптар аралықтары яғни А-ға келеді. Так, Б-ға келмейді, С-ға келмейді, Д-ға келеді, Е-ге келмейді және Ф-ға келмейді. Сонда мынау есептің жауаптары ол менде А мен Д. Келесі 39-шы есеп бізде теңдеулер жүйесі берілген. Енді бізге x минус y және x көбейтілген y-тің мәнін тапсын дейді. Так, бірінші біз не істейміз? Бізде логарифм 3x-ті мен бүйтіп жазаламын, логарифм 9x квадрат деп. Сразу сөйтіп жаза кетейік. Логарифм 9x квадрат тең болады логарифм 9y-ға. Соны логарифм 9-дан менде қысқарып кетеді. Сонда мен не болады? X квадрат тең y-ға. Ал менде астында x плюс y тең болады 6. Енді y-дің орнына x квадрат қоя кетсем, x квадрат плюс x 6 мына жаққа алып келем, минус 6 тең 0. Енді вет арқылы табатын болсам, 3 пен 2, маған y минус 1 керек, минус 3. Сонда x 1 мен 2 мәнін табылды, минус 3 пен 2. Енді y-дің орнына қоятын болсам, y мәндерді табатын болсам, y 1 мен 2. Бірінші мән минус 3-ті қоям, минус 3-тің квадраты 9. Екінші мән 2-ні қоям. 2-нің квадраты менде 4 кетеді. Соны бірінші мәні минус 3 пен 9, екінші мәні 2 мен 4. Енді осы екеуі бізде келеді десеңіздер, бұл бізде қате. Неге? Өйткені бізде анықтау облысы бар. Бізде ең берілгенде бізде логарифмде анықтау облысы бар, ол бізде x үлкен 0-ден және y үлкен 0-ден болу керек. Енді бізде қай жауаптар сәйкес келмейді? Бізде мына жерден минус 3 дейді, яғни бізде мынаны вариант деп ала алмаймыз. Бізде тек қана мынау ғана жауапқа сәйкес бола алады. Енді осыны қоя кетсек, бізде 2-ден 4 азайтсын дейді, ол бізде минус 2. А варианты және 2-ні 4-ке көтсек, ол бізде 8, ол бізде Д варианты. Яғни А мен Д бізде жауап болып табылады. Так, енді 40-шы есеп бізде соңғы есеп. Қабырға ұзындықтары берілген және АБЦ тік төртбұрыш жазықтығына BE перпендикуляр тұрғызылған. И нүктесінен жазықтыққа дейін қашықтық 24 см, И нүктесінен Д төбесіне дейін қашықтықты анықтаңыз дейді. Яғни бірінші жазықтық сала кетсек, жазықтық примерно осылай, ол менде А, Б, С, Д. Енді менде не деп тұр? BE перпендикуляр тұрғызылған, яғни Б-ға перпендикуляр тұрғызылған былай. Барлық жерден перпендикуляр болып табылады. Ол менде BE. Ал BE E нүктесінің жазықтығына дейін қашықтық, яғни ол менде BE ғой, ең жақын қашықтық, ол бізде биіктік. Сонда BE тең болып тұр 24-ке. Енді E нүктесінен Д нүктесінің төбесіне дейін бізде қашықтықты тапсын дейді. Ол қашықтық табу үшін мен осылай тағы бір түзу саламын, BD деген. Сонда мен не пайда болды? Менде тік төртбұрыш пайда болды. Тік төртбұрыш арқылы мен B-ны есеп шығара аламын. Мына жер менде BE, Д десем, менде Е-дің табу үшін маған B-дан табу керек алдын ала. Сонда мына жер 6 мен 8 ғой жаңағы берілгені бойынша. Енді 6 мен 8 болса, мына жер менде тік төртбұрыш, яғни осы жер шығаратын болсам, ол менде 10-ға тең. Сонда BD 10-ға тең. Енді Е-дің табатын болсақ, 10-ның квадраты плюс 24-дің квадраты төбірге аламын. Сонда 100-ді қосамын, 24-дің квадраты шатаспасам, 24-дің квадратын шығара кетсек, ол біз 576. Сонда осы екеуін қосатын болсам, ол менде 676-ға тең. Ал 676 деген ол менде 26-ның квадраты, осында мен төбірден 26 шығып кетеді. Яғни мен жауабым С вариантына сәйкес. Осымен біздің ақпан айынан subject тест аяқталды. Қош, сау болыңыздар.